Альфа-банк қаржы институтын сату туралы келіссөздер жүргізуде деп хабарлайды Жеті күн KZ. Қаржы институтының басқарушы директор Андрей Тимченко бұл мәмілені жүзеге асыру бойынша бірқатар банктермен келіссөздер жүргізіліп жатқанын айтты. Тілек білдірушілер тізімінде жергілікті және шетел өкілдері бар. Мы ведем переговоры с целым. Біз банк акционерлерінің ауысу үшін бірқатар инвесторлармен жұмыс жүргізудеміз. Оннан астам инвестор біздің құжаттарымыз бен қаржылық есептерімізді зерттеп жатыр. Мен акционерлерді бірнеше күн болмаса, бірнеше апта ішінде өзгеретіні туралы келісім жасай аламыз деп сенемін. Сондай-ақ Тимченко банк жалпы сомасы 100 миллиард теңгеге несие портфелін сату туралы келіссөздер жүргізуге ниеттегенін хабарлады. Бұл транзакциялар бойынша белгіленген лимиттерді алып тастау мен банктың барлық сервистерін қалпына келтіру туралы мәселені тезірек шешуге көмектеседі. Әзірге Альфа-банкте қаражатты шешу және аудару лимиттері сақталады. Олар клиенттерге күнделікті операцияларды орындауға мүмкіндік береді. Еске салайық, сәуірде Сбербанк пен Альфа-банктың қазақстандық еншілес ұйымдарына санкция салынатын болған. Ұлттық банктың дерегінше 1 наурыздағы жағдай бойынша Альфа-банктың активтері шамамен 908,6 миллиард теңгені, ал несие портфелі 564,3 миллиард теңгені құрады. Жеті күн KZ-тің әлеуметтік желідегі парақшаларына жазылып, іскерлік жаңалықтарда бірінші болып оқыңыз.